Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қайырлы күн. Жалпы балықшылардың арманы көп болады ғой. Керемет қармақ болса дейді, керемет қайық болса дейді, қайықты жақсы мощный мотор болса дейді, керемет бүткіл құралдарыңмен барып таза табиғаттың айналасында демалғанға не жетсін. Сондай бір көрініс. Мынау өткенде заказ беріп алдыртқам Каспий магазинінен. Двухтактный алтылық мотор. Яғни келді бүгін. Осыны ашып, распаковка жасап, сіздермен бірге көретін боламыз. Ана жерге қойып, майын ауыстырып, одан жаңағы 200 литр бушкеге шамалы тек қана қыздырып, іс барысында қалай өзін көрсететінін сіздермен бірге көретін боламыз. Так, міне мынау мотордың өзі ақ винтпен салып жіберген екен. Ақ винтпен. Мынау комплектациясында бензин құятын воронкасы. Мұнда енді кілттер, свечной кілт, тағы да басқа кілттер болу керек. Қысқаш бар, ондық кілті бар, кілттер. Так, мынау ана тартып қыздыратын бар ғой, соның несі болу керек, жібі болу керек. Мынау инструкциясы, тағы да мына жерде мына өзінің инструкциясы бар. Бұны енді артынан оқимыз. Бұны артынан оқып жатармыз. Сосын мынау жаңағы өзінің бензин араластырғанда, маймен араластырады ғой бұны. Двухтактный мотордың өзінің специальный майы бар. Сонымен араластырғандағы кішкентай өзінің бір канистері. Осыған араластырып, яғни құяды. Өзінің мөлшері мына жерде бәрі жазылған. Ал осы өзінің жалпы комплектациясында осылай келеді. Так, жалпы мынау мотордың өзі. Ал енді қазір бұны алып, шешіп, мына жерге қазір қойып уақытша ілеміз. Майын ауыстырамыз. Мына редукторда ар жағында болты бар. Майын ауыстырып, майы құйып ішіне. Ары қарай қосып көретін боламыз. Ал міне жігіттер, жалпы мотордың өзі бүтіндей осындай күйде. Мына жерде жаңағы серийный нөмірлер өзінің көріне ме? Міне заводтан шыққан, как положено. Сосын ақ винтімен, мынау жаңа переключение, мынау арға, артқа, мынау алдыға жүретін переключение бәрі жасап тұр. Так, мынау подсос, сосын мынаны қолға тағып алу керек. Мынау қыздыратыны, мына жерде дополнительный мынау дейтін жаңа бензобақ қондырылатын, бензобаққа арналған. Және де жаңа бензинді ашып қоятын клапан ғой. Так, мотор двухтактный, алтылық. Бұған мынау бак 2,5 литр. 2,5 литр. Бұған жаңа май араластырып қойылады. Специальный өзінің майы. Так, енді мынаны ашып қазір көрейік. Ішіндегі нелер қалай болып жатыр, смазкалар қалай екен жалпы. Так, жігіттер, мотор 3 положениеде. Бағыты. Мынау
мынау ортаңғы және мынау көтеріңкі бағыт. Бұл мен жаңағы қайықты тасымалдағанда өте удобно осылай көтеріп қойып. Так. Енді қазір мотордың крышкасын ашып, ішіндегі құралдарын жалпы көретін боламыз. Көбінесе май жоқ деп айтады, ішінде жаңағы тростарын бәрін майлап жүру керек. Ондайда силиконовый шашатын бар ғой, май. Сонымен майлап жүрген дұрыс болады. Негізі завода негізі біресе майланып, біресе майланбай келеді. Бұлар разный. Крышкасы қақпағы оңай шешіледі. Так. Қазір көреміз. Мынау бак 2,5 литр. Так. Ішіндегі тоқтар. Бұған біздер ештеңе тиіспейміз. Мына жерде свитчесі, бір свитчі. Бұда бір свитчі. Мына жерде бензобактың фильтрі. Мынау карбюратор. Сосын мынандай обязательно болу керек. Бұл дейтін жаңағы өзін вин-код дейміз ба, машинада болады ғой, вин-код. Вот дәл осындай өзінде де бар. Мынау ХК Ханкай деген. Так. Бәрі дұрыс, жақсы жасалған. Қытайша бірдеңе деп жазылған, әйтеуір. Ал осы қазір мына тростарын бәрін майлап жүру керек болады. Бұйыртса. Так, паузаға қоям. Майлайтын жерін майлап сайлап. Қазір көрсететін боламын. Так, жігіттер, ең бірінші мынау редуктор. Редуктордың ішіндегі майды тексеретін боламыз. Бұл да заводта Қытайлар яғни салып жүрген кезде бұның ішінде май аз болады, то болмайды, то көп болады дегенде енді оны білмейміз қаншалықты май бар екен. Но бірақ қазір енді өзіміздің көзіміз жету үшін өзіміздің майымызды құяйын деп отырмын. Бұл енді біз өзіміздің гаражынан шыққан май, ТАТ-17 80-90. Бұл қою май. Машиналардың кезінде мосты, жаңа редукторларға құйып жүрген май ғой. Соған дәлме-дәл баратын май жалпы. Бұны қазір құямын. Құйғаннан кейін жаңағы айтып өттім ғой. Жалпы негізгі специальный шприцпен мына астынан құяды, мына үстінен шығарады майды. Но бірақ енді мен қазір специальный шприц болмағандықтан кейін мынандай өзімнің обычный укол ғой енді. Сонымен мына үстінен құямын да астынан шығарамын. Ешқандай да бұл жерде проблема жоқ сияқты, потому что астынан құйсаңыз үстінен шығады, үстінен құйсаңыз астынан шығады. Ол ешқандай меніңше кедергі тудырмайтын сияқты. Сол себепті қалай құйсаң да бәрібір. Жалпы инструкциясында айтып өтейін, негізі астынан құяды деп айтылған. Так, өзімнің ТАТ-17 құя, бұл қою май құйылу керек. Бұған сұйық май болмайды. Және де бұл обкаткадан шыққаннан кейін бұны ауыстырып тастау керек. Потому что определенный бір жаңағы жұмыс жасағаннан кейін мынау кішкене орнығат мотор, жаңа редукторлардың іштері, шлинцаны нелердің өздері бір-біріне керіп, сосын кішкене жаңағы жұмыс жасағаннан кейін темірлер стружка шығады ғой, қанша деген новый темір, содан кейін мына сливать етіп тастап, бәрін сливать етіп, қайтып қою керек болады. Бұл енді обкатка деңгейі. Қазір жалпы өзім мынаның ішін алып, ашып, тексеретін боламыз. Ондық кілт. Ондық кілтпен болтты ашамыз. Бұл енді майы қатты емес болар. Мына жерге де төге беретін боламыз. Ондай көп май шыға қоймас деп ойлаймын. Бар, мынау май дәл сол осы
тат 17 сияқты. Тат 17 сияқты екен. Тұқымдары. Дәл сол. Дәл солмай. Так. Дәл сол тат 17-тің иісі. Иісі де сол. Майдың цветі де сондай. Дәл сондай. Бір түрлі сарғылттау. Так, бұның бәрін қазір сливать етіп тастап, қазір новый май құятын боламыз. Так, жігіттер, майды құйып жатырмын. Мынау уже болды. Біраз кетті. Осындайдың бір үшеуі кетіп қалды. 3 жартысы кетіп қалды. Бұл дегеніміз май аз деген сөз. Сондықтан аларда бұл енді өзіңіз үшін болады. Майды құйып, тексеріп дұрыстап. Май құйғандарыңыз жақсы дұрыс жалпы. Так. Қатты тартсаңыздар резіпсін сарбайт етіп жіберуі мүмкін. Сол себепті жайлап тек тартып қою керек. Артық майлардың бәрін сүртіп. Так, бұның шаруасы бітті. Ендігі мәселе қазір бензинге май араластырып бензин құятын боламыз. Так, бензинге келетін болсақ, жігіттер, бензин 92, ай 92. Мынау өзінің мотордың, двухтактный мотордың жаңағы майы бензинге араластырып құйылады. Бұған мысалы 5 литрге 200 грамм араластырылады. 10 литрге 400 грамм араластырылады. Өзің мерімен, мөлшеммен араластыру керек. Менде мұнда қазір міне мына жерде 200 грамм деп тұр. Мұнда осы 200 грамм машина келіп қазір қарап алайын. 200 грамм болып тұр. Енді осыны бензинге араластырамыз. Полный болды. Так. Бензин мен майды жақсылап араластырдық. Енді осы бакка шамалы құйып, қазір өзінің воронкасы бар ғой бұның. Шамалы құйып, бұйыртса мына бочкеге қойып, моторды қыздырып көретін боламыз. Бисмилля.
Так, жетер деп ойлаймын. Жетер деп ойлаймын. Мына крышкідегі клапан бар ғой мына. Мына крышкідегі клапанды бір жарым оборот ашып қойған дұрыс. Ауа бару керек. Ал егер тасымалдағанда мынаны жауып тастау керек. Өйткені бензин ағып кетеді. Так, жалпы болдым. Крышкасын жауып, енді крышкасын жауып, қазір көреміз. Жоғары тұрғасы ыңғайсыз болып тұрғанын қар. Әйтпесе оңай жабылады. Так. Мына өзінің жауа қоямыз. Болды, қазір енді бушкиге қойып қыздыру барысын сүретін боламыз сіздерге көрсетіп. Так, міне жігіттер. Моторды мына бушкиге қондырдық. Бушкіні полный қылған жоқ, судың орталығы қойдық. Қазір қыздырып іс барысында көретін боламын. Жалпы бұл енді мен қазір мына жерден обкаткаға шығарайын деп тұрған жоқпын. Негізгі шығаратын обкатка бұл жаңағы өзендерде, көлдерде жаңағы ағып тұрған суларды обкаткадан шығару керек болады. Ал бұл неге десеңіз, май ағат, не ағат, моторға зиян келтіруі мүмкін да. Сол себепті мен қазір бұны тек қана қазір алып атқаным қазір ғана. Сол себепті бұны кішкене қыздырып, жұмыс жасау, жаңағы қалай жұмыс жасайды екен соны көретін боламын. Так, бәрі нормально вроде. Ашылып тұр. Подсосты тартып қойып шамалы. Ал, бисмилля деп көреміз қазір. Қалай екен. Кетті мотор. Кішкене түтіндейді. Мотор кетті. Су кетіп жатыр. Міне. Дауысы қатты емес екен. Жақсы. Бір қалыпты жұмыс жасап тұр. Осылай кішкене жұмыс жасатып, сосын артынан кішкене газ беріп қараймын ғой. Пока холодныйда жұмыс жасап тұрсын. Су астынан ағып тұр.
Керемет, керемет. Бұл енді жалпы менің алып жатқан бірінші моторым. Сол себепті кішкене білмейтін жерлерім де бар. Бірақ дегенмен де жұмыс жасауы жақсы екен. Жалпы бұған негізгі тахометр қондырылады, тахометр. Бірақ ондай алған жоқпын. Ол сізді көрейік. Бірінші холодныйда шамалы жұмыс жасап, артынан кішкене газ беріп көру керек. Жалпы жұмыс жасауы жақсы. Кішкене жұмыс жасап тұрсын. Мотор біраз жұмыс жасап тұр. 40 минуттың көлемінде. Қазір алдыға жүріп көреміз. Яғни скорость переключения қосып көреміз. Бисмилля. Хоппа, су айналды. Газ шамалы. Міне процесс кетті. Осы уақытта шамалы тұрады. Осы уақытта шамалы қосып қоямын осылай. Содан кейін өшіріп. Мотор жарты сағаттың көлемінде жұмыс жасап тұр. Оған дейін міне тап-таза шыққан, пештен шыққан міне крючоктары алынбаған копченый кефальдарды шығарып тастап жатырмын, сатуға дайындап. Естеріңізге салып өтейін, мынандай кефаль және копченый жерех, толстолобик балықтары менде бар. Хабарлассаңыздар болады, телефон нөмірін бәрін қалдыратын болады. Исі қандай бұрқырап тұр ғой кәдімгі. Еті қып-қызыл, майы сапса. Керемет. Жалпы жұмыс жасау жақсы. Біраз қызып тұрды. Скоростта. Бір қалыпты жұмыс жасап тұр. Бір қалыпты. Тағы да айтып өтейін, мен бұл жерден обкаткіге шығарайын тұрған жоқпын. Өйткені мынандай бочкеде шығармаған дұрыс. Өйткені мынаның өзінің майлары мынаның ішіне барып, оның ішіне қайтып барып моторды бұзуы мүмкін. Сол себепті бұның нағыз обкаткіге шығаратын жер сол өзен, көл, ағып тұратын су желательно. Сондай да шығарған дұрыс. Жалпы мен қазір мына жерде жұмыс барысын қарап отырмын. Енді қазір келгеннен кейін ол қалай жұмыс жасайды екен, өзін қалай көрсетеді екен. Бірақ келген жоқ па, өшіп қалай бере ме деген сияқты бар ғой. Сондай мақсатпен мен қазір бұны тек тексеріп қарап, жұмыс жасауын қарап жатырмын. Жалпы бір қалыпты жұмыс жасап тұр, өте керемет. Так, жігіттер, мотор 1 сағаттың көлемінде жұмыс жасады. Қазір енді қызуын көреміз. Жалпы неше тартқаннан қызу керек екен. Мотор өзі күшіне алып қызғаннан кейін, бір тартқаннан кейін қызады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Жұмыс жасауы жалпы керемет. Енді бұны обкаткіден көретін боламыз. Қайықпен жүріп, как положено. Ал жалпы осындай. Бұл менің бірінші моторым. Сол себепті
жігіттер, қай жерім кем кетік жерлер болса өздеріңіз комментарий жазып дұрыстап кетерсіздер. Қазақ бауырлары көрсін, үйренсін, білсін деп осындай бір қазақша бір контент түсірген жайым бар. Сол себепті баршаңызға мотор жұғысты болсын. Қармақтарыңыз қанды болып, қанжығаларыңыз майлана берсін. 2024 жыл 27 тамыз. Аслан Омаров.